Ажырасып кетсем де қызындаймын. Ақбота Сейітмахамбет ұлы мен бұрынғы енесіне той жасап берді. Кеше тобында өнер көрсетіп танымал болған әнші актриса Ақбота Сейітмахамбетұлы Ибраһимнің сүндет тойын және бұрынғы енесінің 70 жас мерейтойын жасап берді. Еске сала кетейік, Ақбота осыдан бірнеше жыл бұрын актер әзілкеш Дәурен Айдарқұловтың екінші әйелі болып тұрмысқа шыққан болатын. Өнерлі жұптың бір қыз бір ұлы бар, кейін дәм-тұздары жараспай ажырасып кетті. Дәурен Айдарқұлов ажырасқан соң бірінші отбасымен қайта татуласып қосылды. Әншінің желіге жүктеген видеоларынан мейрамхана күтөріне ұлы мен қызын ұстап шыққанын, ал соңынан гүл құшақтап кірген Дәурен Айдарқұловты көруге болады. Әнші актриса енесінің туған күніне тілек айтып көзіне жас алды. Мен бұл үйдің қызы болып кеттім негізі. Көбісі не болып жатыр деп түсінбей жатқан шығар. Ең бастысы мен сізді жақсы көрем, құрметтеймін. Орныңыз бөлек, өзіңіз білесіз. Аман болыңыз. Тойда жыламаймын деп қатша дайындалып келсем де көзімнен жас шығып кете береді. Ата-аналарымыз аман болсын. Анам мен әкем тірі болғанда осы жерде тұрар еді деп армандаймын, деді Ақбота. Өз кезегінде Дәурен Айдарқұловтың анасы да келініне алғысын білдірді. Мен Ақботаны қалай жек көремін, қалай жамандаймын. Дәуреннің алдында Жомарт деген ұлым болды. Алланың қалауымен шығар 24 жасында алып кетті. Сол Жомарттың копиясын жасап Ақбота арқылы Ибраһимді берді. Аллаға мың шүкір, немерелерім бар, деді Ақботаның бұрынғы енесі. Әнші бұрынғы күйеуіне де рахметін айтты. Дәурен, саған көп рахмет, балаларымыз аман болсын. Бүгін 5 баланы бір-біріне бауыр дос болсын, бірге өссін деп қуанышты күн деп басын қосып отырмыз. Өмір солай болды, бұл тағдыр. Дәурен екеуміз екі бөлек кетсек те арамызда достық бар, ортақ балаларымыз бар. Бұның 3 баласы менің де балаларымдай, деді Ақбота Сейітмахамбет.